Ділдар Мамырбаева. О дүниенің есігі. Сараның толқынды бұйра шашына көз салдым. Екі бұрым болып өрілген беліне түсіп тұр. Маңдай тұсындағы кекілі де бұйралана, ажарлы өңін ашып, адамды еріксіз өзіне қаратады. Көзбе-көз өзімнің селдері ербеген шашымды ойладым. Жебіп түсудің азақ алдында тұр. Көңілім құласып кетті. Қай жағынан салыстырсаң да әйтеуір бір кемдік, бір төмендік. Ойымды басқа жаққа аударғым келіп, айналама қарасам, Алматы мен іргелес мына ауылдың да көңілі пәс, жабырқау көрінеді. Кешкі салқынның лебі де білінбейді. Күндізгі ыстықпен кенезесі кепкен жер одан сайын тынысыңды тарылтып жібереді. Қасымдағы Сараға тағы қарадым. Оның да шаршағаны байқалады. Сәл кейістеніп тұрғанымен өзіне жарасып ақ тұр. Ашуланғаны ажарын ашатындай болып көрінеді екен-ау. Сара сондай сүп-сүйкімді көрінді. Жоқ, ол елге, әсіресе жігіттерге солай көрінеді. Мен оны іштей ұнатпаймын, бірақ бетіме тіке келіп айта алмаймын. Мінезім сол. Бүгін де карт ашып тапқан ақшамды Сара алып қойды. Кейін керек болады, сен қолыңа түскен ақшаны жау көргендей жұмсап тастайсың, деп тұқыртып тастады. Шынында Сара ажарлы, сұлу бойжеткен. Бойында ел қызығарлық өнері көп. Толқынды шашын сілтеп тастап билегенде жаңа ғана оны жақтырмай тұрғанымды ұмытып, ең жақын тілеуші болып шыға келесің. Ол ән айтқанда қасында тұрғаным, бірге жүргенімнің өзі әлдекімге мәртебе сияқты. Оның шапағаты, абыройы маған да сәулесін түсіретін секілді. Осындай жақсы адаммен бірге жүрген сен де жақсысың дейтіндей айналамдағылар. Ондай кездерде көтеріліп қаламын. Сара қуандық келгенде мені қасынан бір елі шығармайды. Әңгемеміз, сырымыз ортақ секілді. Менің іштей қуанышты ұнататынымды біледі де, ол сезімді қалай бүркемелейтінімді қызықпайтын секілді. Қыстың орнындағы бір сызық, қолақпайдай мұрын, ақпандай ауыз, шордиған иық сүйегім, әр қимылымды рабайсыз едіп көрсететін қолым оның сұлулығын тіптен асырып жібереді. Сонысын тағы бір байқатқысы келеді. Құдай мені соншалықсы сиықсыз етіп те жаратпаған. Осындай түрге, осындай жүзге, тұңғиық, мөлдіріп тұратын, мейірлі әлі, шұғалайлы жанар беріпті. Оның адалдылығымды, аңқаулығымды аңғарту үшін секілді. Сол жанарға кейде қуандық та арбалып қалады. Ондайда Сара менің әр қылығымды мазақтап, келемежге айналдырып, бадырайтып жібереді. Қуандық екеуміздің арамызға сөзбен қақпа қойып қояды. Неге өйтесің, дей алмаймын. Соныкі дұрыс, соныкі жөн. Соның иығында өскен арамшөп секілдімін. Іргесіндегі осы ауылға жиі келеміз. Әйелдері шетінен құмалақ, карташтырғыш. Айтқандарына сенсең, ауылдың бүкіл еркегі бөтен ұрғашының артынан ергіш. Көңілдер далада, дуаланған. Ауыл толы бір-біріне ұқсаған балалар. Күйеуімізді қайтсек сыртқа жібермейміз деп жан далбасалаған әйелдер қалта түбіндегісін әкеліп қолымызға ұстатады. Мен карта ашқанда көп жаңылса қоймаймын. Ішкі бір сенімділігім бар. Әжем құмалақ ашушы еді. Атам жауырғанға қарап сөйлейтін. Тұқымда бір қасиет бар. Сол демейтін болу керек. Айтқаным расқа айналған соң беделім де осал емес. Осы ауылға келгенде кәдімгідей көтеріліп қаламын. Қуандықты сағынып отырмысың? Қатты ұнатасың ә? Жасырғың келеді. Сара бүйірімнен түртіп қалып, соқылықтай күлді де, біз жақында үйленеміз деп келістік деп маған сынай қарады. Жүректің дір еткенін сырт көзге байқатпауға мен де машықтанып алғанмын. Ана бір шеткі үйге барайықшы, дедім оның айтқанын елең қылмаған адамша. Ішкі көңілділігін бойын жеңілдетіп тұрған Сара менен бұрын жүгіре жөнелді. Жүрегімде мұң салмақ түсіп, мен артынан естім. Өмірдегі кемдігім кеудемнен итеріп келе жатқандай. Сұлу қыздар бақытсыз болады деуші еді. Өтірік сонысы.
Әдемілік жүрген жерде талай адамның ісі өзінен өзі шешілетінін көріп жүрміз ғой. Мінезің жақсы болған дұрыс дейді. Далбаса сол. Қуандық та Сараның мінезін біледі ғой, бірақ әдемілігіне қызығады. Үйдің қақпасы мен есігі өзінен өзі ашылғандай болды. Қоржын тамның сырты қандай тап-тұйнақтай болса, іші де сондай айнадай екен. Ең жақсысы сап-салқын. Іштен өң жүзі сұп-сұр әйел шықты. Тоңып жүрген адамдай иығына жылы орамал жамылыпты. Ауру адам болды ғой деп ойлап қойдым. Жымиғандай сыңай танытқанымен жанары мұп-мұздай болып өңменінен өтіп кетті. Келіңдер, болашақты болжағыштар деді. Даусы алыстан естілгендей болды. Өзде бір тұманның ішінде жүргендей ме, кер мінезділігінен көрініп тұр. Менің он мойым мұздап кетті. Дегенмен әйел нұқсаған орындыққа келіп отырғанда бойымдағы мазасыздық та, жүрегімнің ақтыққанын да басылғандай болып жайбарақаттана қалдым. Сара жан-жағына қарап әлі алақтап отыр. Жанары еш нәрсеге тоқтамай ойқастап кетті. Анаған да, мынаған да сұқтана қарайды. Қарайды да таңданады. Шынында да бұл үйдегілердің бәрі өзгеше. Терезе алдындағы жайнап тұрған гүл емес сияқты. Қазан асылып тұрған ошақ емес сияқты. Бағана бұлар үйге кірген секілді еді. Қазір үйдің өзі үй емес секілді. Сара бүйірімнен түртіп қалды. Қарашы, мұржаның артындағыны деп сыбыр ете түсті. Қарадым да қаттым. Құдай-ау, алтыннан жасалған заттар кішкене төбешік болып жатыр. Жалт-жұлт еткенде көз қарықтырады. Күміс те бір төбе, асыл заттарды қорытатын зауыт секілді. Әлде қолөнер шеберінің үйі ме мынау? Сара ақыл естен айырылып мелшеді де қалды. Әйел екеуінің пиғылымызды аңғарғандай иығындағы орамалмен заттардың бетін жауып қойды. Сонда ғана үйге не үшін келгенім есіме түскендей, белдемшемнің беліне қыстырып алған картаны суырып алдым. Махаббат үшін бе, байлық елеңгіңіз келе ме? Еріксіз алтын үйіндісіне қарадым да, сөзімді ары қарай қалай жалғастырарымды білмей абдырап қалдым. Әлде достарыңыз сатып кетті ме? Деп қолымдағы картаны иіріп әкеліп, асқан бір жылдамдықпен үстел үстіне жайып қойдым. Қандай болғаныш деп әйел тыжырынып қалды. Менің мінезімде шарт, сөз көтере алмаймын. Бейтаныс әйел Сара емес, айтып тастаймын. Қарсылық сөзім жүзімде ойнап шыға келді. Мүмкін киімім, аяғым кір болса кір шығар. Тамағымды асырап жүрген картаға кір жуытпаймын. Шайтанның ісі дегенім ғой, қазір картаңа түкіріп жіберейінші деді де үйде тұрған шелектің ернеуінен аузына су толтырып алып, карталардың бетіне бүркіп жіберді. Апамыз шошып қалған сәтте осылай бүркуші еді ғой. Дәл солай етті. Жүйке жүйемді тітіркендіріп, әсерлі бір нәрсе жүгіріп өткендей болды. Ал енді картаңды аша бер. Әйел маған қолана қарады. Сынап отырған секілді. Махаббатта жолым бола ма екен? Орманда кесілмей қалған жалғыз ағаштай сорпиып отырсын мынау деп суырған карталарға қарады. Тұз, король, дама, валет, апталық. Ой мынау керемет қой. Жанымда тұрғанды байқамай жүрген өзім секілдімін ғой деп аузымдағы сөзімді сөйлеп отыр. Енді байлыққа аш, бай болар ма екенмін? Сөзінде кекесін бар секілді. Тағы да тұз, король, валет, апталық. Тіпті дұрыс. Енді не істесек екен деп жалт қарағанда денем өз-өзімен тоңып кетті. Мынадай көзқарас адамдарда болмайды. Шара. Кел енді, мен саған ашайын деп қолындағы картаны алды. Мен сізге атымды айтпап едім ғой. Мені қайдан танисыз? Деп таңдана қарады. Солай ма? Аузыма түскен сол бір есім болғаны ғой, деп құпиялана қарады. Ашпай-ақ қойыңыз. Мен өзіме талай ашқанмын. Тағдырымды білемін. Деп жолартқым келмеді. Тағдырымды білемін де, беті шәлі орамалмен жабылған алтын мен күмістен көз айырмай отырған Сараға көз қиқын елеусізіне тастап сөзін жалғастырды. Сен картаны қалай болса солай өте қарапайым ашады екенсің. Карта деген сиқыр ғой. Сен оны ұғына алмайтының байқалады.
Мен сиқыршылықпен айналыспаймын дедім, даусымды барынша жұмсартып. Сонда сен еш нәрсе қиялдамайсың ба? Қасын керіп маған таңдана қарады. Мына Сара досың секілді сұлу болып, қуандық секілді ақылды жігітке тұрмысқа шыққың келуші еді ғой. Мен қатып қалдым. Мына қатын қалай сөйлейді? Сара оның маған айтқан сөздерін есіл-дерті алтында болып, қапелімде естімей қалған секілді. Әйтпесе, мұның шәт-шәлекейін шығарар еді. Карта ашқанда пайдаланатын затымды әкелейінші деп, қоржын тамның екінші бөлмесіне кіріп кетті. Әйел шығысымен Сара орнынан ұшып тұрды да, алтындардың бетін жапқан орамалды жұлып алды. Қолына іліккен қомақты затты етек көйлегінің белінен ышқындырып іштей зыттырып жіберді де, бұған да бір затты тық дегендей ишарамен қолына ұстатты. Сараның осы қылығын мүлде жақтыра қоймады, бірақ оның бетіне келмейтін қу мінезі тағы осалдығын жасады. Үнсіз қолыма ұстадым. Таныс зат секілді, төрт бұрышты. Темір төсектің ортасында ұқсайды. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Апам есіме түсіп кетті. Көп ұрыс естейтінмін. Менің адам болып, ел қатарлы күн кешетініме мүлде сенбейтін. Әңгімесін о дүниеден қайтып келіп, сенің қоңыз теріп жүргеніңді көрер ме едім деп бастайтын. Ұрысса ұрсатындайы ақ бар еді. Мен істе деген жұмысынан гөрі апамның о дүниеден қалай келетіні туралы ойлана бастайтынмын. Физика мұғалімінің барлық материя атомдардан тұрады. Электрондар, позитрондар, протондар кеңістікте бос жүреді дегені санамда жарқ ете қалды. Жалпы мен сабаққа алғыр емеспін, бірақ физиканың осы бір аксиомасы жаныма жақын, түсінікті. Біздің ұғымымызды бос кеңістік деген өзгелердің өмірі, тіршілік екеніне сенемін. Апам сонда өлгеннен кейін сол бос кеңістіктермен атомдарды ығыстырып, саңылау тауып, ол жақтан бер жақтан маған қарап тұрмақшы. Сонда мен қатар тұрған екі өмір, екі тіршілік бір-бірін бір сәтке болса да көрерліктей есік жасағым келетінде. Оны осы төрт бұрышты темірде елестететінмін. Ол ойымды кейде байқаусызда апама айтып қоямын. Айтам ғой, осы сенің есің дұрыс емес. Ана жылы ағаштың ұшар басынан құлағаннан кейін өстіп, ауым-сауым сөйлейтін болдың. Осы мінезіңді ел байқап қояр ма екен деп жерге кіре жаздаймын. Өстіп жүріп те байсыз қалар ма екенсің деген күдігін де аңғартатын. Байсыз қалсам, ауым-сауымдығынан емес, түрімнің нашарлығынан. Онда неге ана Сайрас секілді сұлу қып тумайсың деп апама бас салатынмын. Міне, сол есімде. Ортасы шимай шатпақ торланған, тек мені ойлағандай үлкен емес, алақанға сыйып кетеді. Ар жағынан алдыңғы жылы қайтыс болған апам көрінер мекен деп көз алдыма жақындата қарай бергенімде, менің заттарым сендерге ұнап қалды ма? деген дауысқа селк еттім. Сара есік алдына жүгіріп үлгеріпті. Сәл болғанда ұстатпайтындай еді. Қолыңдағыны мына ыдыстың ішіне тастаңдар. Әйел бұл жолы зілді сөйледі. Табиғатымның қорқақтығымнан ба, қолымдағыны әйелдің таста деген ыдысының ішіне жылжыта сала қойдым. Сараның ұрлықпен ұсталып қалғанына қатты қапалы екені түтіккен жүзінен аңғарылады. Сұлулығында жылылық қалмапты. Зат тастаған ыдыстың ішіндегі су бұрқап, әк қайнатылған бөлменің іші әрі ысып, әрі буланып кетті. Менің көз алдымда апамның сұлбасы келді. Дауысы да естілгендей болды-ау деймін. Айттым ғой, қоңыз теріп кетесің деп. Сараның құлағындағы дауысы шығып шыңғырғанда естілді. Оның даусынан әлде бір нәрсе жарылды-ау деймін. Су төгілгендей болды. Мен тып-тыныш ұйқыға кетіп бара жатқандай күй кештім. Ешкім мазаламайтындай. Жоқ, бір жаққа баратын көпірден өтіп келемін. Әр аттаған сайын көпір қозғалақтайтындай секілді. Шешеңді неге сонша көп ренжіттің? Әйелдің дауысы естілді, өзі көрінбейді. Еркелеп кері сөйлейтінмін де, апам соны шын деп қалатын. Ренжітем деп ойламайтынмын. Көршінің тауығының жұмыртқасын неге ұрлайтынсың? Қыз басыңмен, қыл шашыңмен. Мен банктен миллиард ақша алғандай зілденді. Киноға баруға ақша болсын деп
қасыңдағы Сараның әдемілігін неге қызғанасың? Менің де Сара сияқты болғым келеді. Әрі адал, әрі жақсы өмір сүрсем деймін, деп еркінси сөйледім. Ойымды да жұтпай анық айта бастадым. Қасымда Сараның бар екенін енді аңғардым. Мендей болу үшін шешеңнен қайта туылып кел. Сара мені шапалақпен тартып жіберді. Бұдан кейін карта ашып өзгелердің ісіне араласа берме. Мен ләппай мінезімді басып тез келістім. Сен неге ұрлық жасайсың? Дауыс Сарадан сұрап жатты. Шара үшін. Ол өмірі жарымай жүреді. Не тілейсің? Еш нәрсе. Сара әдеттегісінше шаптыға қалды. Бекер ерегеседі. О несі? Әкесінің төрінде отырғандай. Мен тағы бір тәтті ұйқыға кеткендеймін. Аузымнан жеңіл бір нәрсе ұшып шығып, қайта кіргендей ме? Мен қайда жатырмын? Сап-сау, еш жерім ауырмайтын секілді. Ауруханада. Мынау Қуандықтың дауысы. Менің жанымда отыр. Аэропорт жақтағы ескі бір үйдің жанында жатқан жерлерінен тауып, сендерді осында келіпті. Шараның жүрегі жарылып кетіпті дейді. Қуандық естігенін айтып отыр. Мен Шарамын ғой, Сараны айтып отырған шығарсың сен. Қуандық менің сөзімді естімеді. Орнынан тұрып, дәрігердің соңынан кетті. Менің көзім дәліздегі айнаға түсті. Айнымаған Сарамын. Бұйраланған қолаң шаш, жалт-жұлт еткен жанар, қолдарым қандай нәзік. Тек ішкі ойларым, мінезім өзімдікі секілді. Тым момын, тым жұмсақ. Көрші төсектің үстінде жатқан картаны көрдім. Ала қойғым келіп барып, қолымды тартып алдым. Не болған сендерге? Қандай қарақшыға жолыққансыңдар? Деп сұрақ берушілер келді. Полиция жұмысқа тіптен қызу кірісіп кетіпті. Біз Көк базарының жанындағы Казачия деген көшенің 16-шы үйіне кіргенімізді, ол жерде карта ашып, зат ұрлап кетпекші болғанымды жасырмай айттым. Мен айтқан жерге барғанда, ол жердегі үйлердің бәрі бұзылып, орнына жаңа үйлер салынып жатқанын, ортада қабырғалары ғана қалтиып, бір ескі үйдің тұрғанын, бірақ ол адам тұратын жер емес екенін айтып еді. Апам сияқты бұлар да маған ауым-сауым әңгіме айтып отыр, деп күдікпен қарады. Өзімнің Сара емес екенімді айтқанымда жұрт тіптен шалқасынан түсті. Мен жер кіндігін болып есептелетін Алматының іргесіндегі ауылда екі дүние есігінің бір сәтке ашылып жабылғанын, одан апамның сығалап менің апамды көргенімді айтсам, мүлде естерінен танып қалады-ау.